Альтигва Гаухар, жетім сезім. Бүгін жаным аласұрып, жүрегім қатты-қатты соғып кетті. Өйткені есіме сен тағы да түстің. Ұмыта алмадым. 35 жыл өтсе де сенің суретіңмен сөйлесетін болғанмын. Армиядан келіп енді үйленеміз деп жүргенде сен алып қашып кетті. Сен қанша қарсыласқаныңмен соңында басқа түссе баспақшыл, босағаны кері қайтып аттасаң қарғысқа ұшырайсың деген ауыл кемпірлерінің сөзін тыңдап қалдың. Кейін естігенім ғой. Естіген кездегі жағдайымды сен табынып оқитын ақындарың да, жазушыларың да ешқайсысы бейнелеп бере алмас еді. Көкірегім қарс айырылып, жүрегімді қасқыр жұлмалап жатқандай. Жер тырмалаған тырнақтарымның көбесі көтеріліп кетіпті. Айға қарап жалғыздан жалғыз ұлыған бөріні түсінгендеймін. Есімді шала жия сала, жолдастарым айтып, қуып бармақ болып жоспар құрдық. Досымның қорасында жиналып, не істейтінімізді ақылдасып тұрғанда, бірер жас үлкен ағайынымның баласы, кетер қыз кетті, болары болды, 5 күннен кейін не деп барасың? Сабырға кел деген сөзін естігенімде, қалай орнымнан атып тұрып, жағасына жармасқанымды өзімде білмей қалдым. Қасымдағы достарым құшақтап алып ажыратып жатыр. Еш нәрсе естігім келмейді, ешкімді көргім келмейді. Дүние аласапыран қараңғы. Ең болмаса өзінен бір сөз естейінші деп өксіп жібергенімді ғана білемін. Қуып бара алмадым сені, жібермеді. Өзіңді қатты жақсы көретінімді әке шешем де әжем де білетін. Мені армияға шығарып салу кешіне келгеніңде бәрі көрген еді. Шешемнің аяғы ауыр болғандықтан сенен ыңғайсызданғанын да сезген едім. Еш нәрсеге қарамай, үйленгім келіп, сені алып қалуға әрекет жасағанымды да білесің. Бірақ сен көнбедің, күтемін дедің. Ауылыңа барып мұғалім болдың. Сол түні сені жібере салғаныма, өмір бойы өкініп өтетімді білмеппін-ау сонда. Өлмедім, тірі қалдым. Достарым әке-шешеммен ақылдасып, мені тез арада үйлендіру керек. Әйтпесе бір нәрсеге ұрынуы мүмкін деп шешіпті. Маған бәрібір еді. Кейде сені жек көргім кеп, өш алғым кеп кетеді. Достарым көрші ауылдан қыз тауып, алып қашпақ болып маған көрсетпекші болып еді. Мен бірден көрмей келсе кеттім. Айтуларына қарағанда көршіге келіп тұратын қыз екен, бірақ бармадым. Жолда күттім. Саған ерегестім. Кешке дүкеннен шығып келе жатқан қызды машинаға салып алып, ауылға жақындағанда жолдан мені мінгізіп алды. Улап-шулап жүріп жеңгелерім машинадан түсіріп алды. Әжем баталы сөздерін жаудырып жүр. Жолдастарым итермелеп мені қыздың қасына кіргізді. Көзіме сен елестедің. Қызға жаным ашып та кеткендей еді. Екі көзі қызарып кетіпті. Жұбатқым келді, түсінгім келді. Уайымдама, махаббат деген жер бетінде болған емес. Болмайды да. Оны бар деп күтпей-ақ қой. Алдамшы уақытша ғана сезім. Бұйырғаны ғана болады. Егер менімен қалсаң, саған үйленем. Маған сені ең бақытты әйел етемін деп айтқанымды ғана білемін. Ол сөзді де саған ерегесіп айттым. Міне, солай 21 жасымда үйлендім. Қысқаша айтқанда үйлендірді. Сені сағынғандағы жүрек арпалысын ешкімге айта алмай, өз сезімімді өзім тұншықтыруға тырысып жүре бердім. Бірақ тұншықтыра алмаппын. Өзің айтатын мәжнүн болып қаңғырып та кетпедім. Көзімді жұмсам көзіме сен келе қалатын едің. Күндіз басқа ел, түнде сенің елесіңмен өмір сүріп жаттым. Әп-әдемі келіншегі бар жігіт болып шыға келдім. Мен сөзімде тұрдым. Уақытпен санаспай, жұрттан артық жұмыс жасадым. Жұрт қызға қарайтын. Шіркін осының орнында болсам деген ойды, әйелімді жақсы танитын әр келіншектің көзінен оқуға болатын еді. Ішкені алдында, ішпегені артында болды. Қатты ашуланып суреттеріңді жыртпақшы да болдым. Бірақ қолым бармады. Жүрегімді дір еткізіп жымиып қана тұратын көздеріңмен, еліктің лағындай үркіп тұратын бейнеңді ұмытқым келмеп еді сонда. Қайта альбомға салып қойдым. Терең күрсіну менің серігім болып алғалы қашан? Бірде ауылда бір ағайынның тойына баруымыз керек болды. Келіншегім екеуміз барымызды киіп, тойдың жарасымды жұбы болып жүруді дағдыға айналдырғалы біраз болды. Бұны да саған ерегесіп, естісе өкінсе екен дейтінмін. Егер алдымнан шыға қалсаң,
танымағандай амандаспай өтіп кетемін деп өзіме серт бергенмін. Махаббат дегенді жоққа шығарып, жек көріп кеткелі қашан? Тойдың ортасы. Ол кезде тойдың бәрі ауылда болатын. Барлығы жаппай билеп, қызып алған жастар жағы ортаны бермей жүр. Бір кезде билеп жүрген топтың ортасында сенің бейнең көзіме оттай басылды. Әдемі, сымдай тартылған дене бітімің музикасыз ырғалып билеп тұр. Тұрған жерімде қаттым да қалдым. Құлағым тас бітеліп қалғандай еді. Еш нәрсе естімедім. Есімнен ауысқандай қасыңа қалай барғанымды білмей де қалдым. Сертім жайына қалды. Маған таңғалғандай жайлап мойныңды бұрдың. Сен емессің. Көзің қатты ұқсағанымен бейтаныс жанар, бейтаныс көзқарас. О Құдайым, не деген ұқсастық. Сол көз, мұрын, сол ерін. Музыка ойнап тұр екен. Менің бұл жағдайымды ешкім байқамады. Жынданып кетпедім. Есімді жиып, қалайда қызбен танысуға бел будым. Көзімді көзінен ала алмаған күйі қайта-қайта биге шақырдым. Қарсылық танытпады. Өзін еркін ұстайды екен. Таныстым. Өзіммен, сенімен түйеде құрдас. Жасымыз 24-те. Той соңына қарай аңдып жүріп мекен жайын сұрап талдым. Өзімнің де оған ұнағанымды сезіп тұрмын. Қарсылық көрсетпей жазып бере салды. Сен сияқты сөмкесінен қағаз қаламы түспейтін мұғалім екен. Ішімнен махаббатымның елесі деп ат қойып алдым. Ішкі дүнием астан-кестең болып кілт өзгерді. Бұл не? Не үшін кездестірдім елесіңді? Әлде мені құсадан өліп кетпесін деп Тәңірдің өзі жіберіп отыр ма? Бұл не деген жұмбақ? Біраз күн мең-зең болып, ақыры іздеп баруға шешім қабылдадым. Осының бәріне сен ғана кінәлісің. Ақыры үйіне іздеп бардым. Біраз көшеде жүріп сөйлестік. Айрылғым келмейді. Кездесіп тұрайық деген сөзіме қарсылық білдірмеді. Тұрмысқа шықпадым дегенімен әрекет еркін еді. Сен сияқты арақашықтықты қатаң ұстамайды. Үркпейді. Бар жағдайымды біліп тұр. Мен туралы сұрастырғанын да сөздерінен байқалып тұрды. Тіпті менің ерсі қылықтарыма да таңғалмағанын жеткізді. Отбасылы екенімде кедергі келтірмеді. Тек көзқарасынан сенің мөлдірей қараған жанарыңды таппадым. Жақсы көріп тұратын жүрегіңнің дүрсілін естімедім. Ести алмайтынымды сезіп тұрмын. Бөтен қызды құшағыма алып, жетім сезіміммен бірге жылап тұрдым сонда. Ішкі жан дүниесі басқа болса да, сырт келбеті сенен аумайтынына қуанған сияқтымын. Қандай жағдай болса да айырылмауға бел будым. Жастығым шығар, саған бақыт тілегім келсе де, тілім бұралып айта алмай қалатын тілім сайрай жөнелді. Сезімімнің өз иесін өмірі таппайтынын білсем де, жетімдікке көндіккен жүрегім бұған да келсетіндей. Сенің кітаптарыңдағы кейіпкерлеріңдей бола алмадым. Ал кинодағы айырылған ғашығына бақыт тілеушілердің сөздерінің бәрі өтірік. Өмір кітаптағыдай, кинодағыдай емес екен. Екі ортада жүргеніме 2 жылдан асқанда, мен сенен балалы болғым келеді. Сенен еш нәрсе талап етпеймін. Өзім бағамын. Сергім болады. Әкесіз өткенімді білесің. Анам байғұс жібі түзу адамнан туып ал деп күнде зар илейді деген соң, мешітке барып некемізді қидырдық. Дүниеге қыз бала келді. Әйелім екеуі қатар босанды. Бәрін сезіп жүрген әйеліме де оңай болмады. Қатты қуансам да, ашуланып торықсам да, махаббатымның елесінің қасынан табылатын болдым. Сезімім жетімдігін сезсе де өзін өзі алдаусыратуға үйреніп алған еді. Бар жағдайын жасадым. Бірде досыммен бірге кафеге кіріп тамақтанып отырғанымда, бір бейтаныс жігітпен қолтықтасып келе жатқан махаббатымның елесін көргенде жүрегім тілініп кеткендей болды. Мерекеде жалғыздықтан шаршаған шығар деп ақтағымда келеді. Отырған жерімде сазарып қалғанымды көрген досым шошып кетті. Сыр білдірмегеніммен алай-түлей болған көңілді басу қиын еді. Жетім сезімім енді жетімдікті ғана емес, сезімнің өгейлігін сезінді. Өзіңді іздедім. Ешкімде өзіңнің орныңды толтыра алмасын сезді сонда жүрегім. Көзімнен тамшылар тамшылай жөнелгенін сезіп, өзімді зорға қолға алып едім сонда. Сыр білдірмедім. Өзін басқамен көргенім туралы тіс жармадым. Кездесіп тұрдық. Бірде тағы да аяғының ауыр екенін айтты. Аман есен босанып алды. Тергемедім. Тегіме жаздырдым.
біраз жылдан кейін өз еліне көшетінін мәлімдеді. Негізі көрші облыстың тумасы еді. Туған жерінен үй әперіп, өзім көшіріп апардым. Таныстарымды ортаға салып жүріп жұмысқа орналастырдым. Баланың бар жағдайын жасайтыныма, олардан қол үзіп кетпейтініме оның көзі жетіп тұр еді. Үндемей қоштастым. Тек әкесі болып қасында бола алмайтыным, бірге қыдыра алмайтынымды ойласам, суық тер бұрқ ете қалады. Баланың дүниеге келгенінен басқа еш кінәсі жоқ еді. Кінәлі сен, мен және сенің елесің ғана еді. Соңғы кезде жүрегім мазалап жүр. Жүрегімді сыртынан сипалап, ауруының атын да білемін. Не іздейтінін де білемін. Сен ғана сағынатын, емі сен екенін білемін. Жұрт қызғатын зәулім үйімде бар. Бүкіл бөлменің есігін ашып қойып, кейде сен іздеймін. Бірақ оның ішінде сен жоқсың. Ондайда жүрегімді сыртынан басып, ұзағырақ ойланып жатып ұйықтап кетемін. Ал әйелімнің жыры да, сыры да өзінде. Балаларым өздері де жанұялы, үйлі жайлы. Бәрі де біледі. Менің тағдырымды ешкімге бермей-ақ қойсын. Сырт көзге менен бақытты адам жоқтай өмір сүріп келемін. Көзден кетсе көңілден кетеді деген сөз ғашық жүрекке арналмаған екен. Ал махаббат бар екен. Қанша аласұрып қашқаныммен, мойындағым келмегенімен, басымды егізіп тұрып мойындатты. Кейде екінің біріне бұйыра бермеген махаббаттың менің жүрегімде мәңгілік патшалық құрып тұратынына мақтанатын сияқтымын. Арман-ай, арман, арман-ай, жүрегім лаулап жанбадай. Саған өмір бойы бақыт тілеп келгенімді енді сезінгендеймін. Бақытты болшы, бұйырмаған бағым. Алтекова Гаухар. Оқыған Сұңғат Ғазиз.